Бүгінгі заманда кітапсыз, сондай-ақ кітапханасыз адамның ойдағыдай дамуы мүмкін емес. Бүкіл әлемдегі кітапханалар білім мен мәдениеттің ошағы, жаңа ойлар мен тың пікірлердің мекені. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Сәлеметсіздер ме, құрметті әділ қазылар алқасы. Мен Тасимова Айымгүл Каршиевна, Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы нөмір 3 Бескөл орта мектебінің кітапхана меңгерушісі қызметін атқарамын. Биылғы жылы Бескөл ауылының оңтүстік шығыс ауданында жаңа мектеп өзінің есігін айқара ашты. Менің негізгі мамандығым қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі. Осы мектепке жұмысқа тұрған кезде маған кітапхана меңгерушісі қызметін ұсынды. Өзімді басқа қырымнан байқау мақсатында осы ұсынысты қабыл алып, бүгінгі күні осы салада жұмыс істеп жатқан жайым бар. Бүгінгі күні кітапханамызда жоғарғы буынға, орта буынға, оған қоса бастауыш буынға арналған көптеген қызықты кітаптар мен шығармалар бар. Мектеп кітапханасында оқырмандардың ой өрісін дамытатын, тілдік қорларын байытатын көптеген кітаптар бар. Қазір мемлекетімізде жалпы әлемде болып жатқан пандемияға орай кітапханаға тек кезекші сыныптарда оқитын оқырмандарым келіп жүр. Дегенмен оқырман легі жақсы, күнделікті келіп, қызықты кітаптар алып, алған кітаптарын қашықтықтан оқитын аға әпкелер де үлгеріп оқып жатыр. Бірақ бұның бәрі уақытша деп ойлаймын. Алдағы уақытта әлі талай оқырмандарым келетініне сенемін. Оған көптеген дәлелдерім бар. Біріншіден, оқулықтар қоры жеткілікті. Екіншіден, егер оқырмандарымыз еш кедергісіз кітап оқығылар келсе, мектебімізде жабдықталған оқу залы бар. Оқу залы жылы, жайлы әрі жарық. Кейде шынымен де балалар кітап оқудан жалығады. Бұған да шешім бар. Мектеп кітапханасында оқырмандарға арналған планшеттер бар. Бұл планшеттердің артықшылығы оқушылар QR-код арқылы электронды кітаптарды тыңдауға мүмкіндіктері бар. Ал балалар, бүгінгі күні мен сендерге мынандай қаламмен таныстырғым келіп отыр. Бұл қаламның ерекшелігі неде? Бұл қалам бізде, міне қараңдар, кітапты өздігінен оқиды. Мысал қараңдар, жақсы құрбы құрдас, иә? Әлия. Енді осының кез келген бетін ашамыз. Бақа мен өгіз, қарасам тымақ көп, көре алмас іші тар, несі артық бізден деп салыспақ жұрттық. Сонда бұл қаламның негізгі мақсаты, біз балалар оқып шаршасақ, бұл қалам бізге өздігінен оқып береді. Біз тыңдалым арқылы бұны не істейміз? Өзімізге игереміз. Мектебімізде оқушыларға кітап оқуға барлық жағдай жасалған. Сол себепті жас ұрпақты кітап оқуға шақырамын.